Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі өте дәмді сгущенка қосылған булочки дайындаймыз. Ыдысымызға жылы су, жылы сүт, ашытқы, тұзымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Кейін үстіне секер, жұмыртқамызды салып, 1 минут аралығында араластырамыз. Соңында ерітілген сары май мен електен өткізілген ұнымызды салып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілуге 1 сағатқа қоямыз. Кейін қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, дәл видеода көрсетілгендей етіп, ішіне салмамызды салып ораймыз. Ішіне сгущенкадан басқа қалаған начинкаңызды салсаңыздар болады. Дайын болған булочкаларымыздың бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қоямыз. Кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус қызып тұрған пешімізде беті қызарғанша 20-25 минут аралығында пісіреміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.